Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз JavaScript'тің веб беттегі элементтермен әрекеттесу, яғни DOM manipulation мүмкіндіктерін егжей-тегжейлі қарастырамыз. Алдымызда 20 түрлі функционалды тапсырма тұр. Біз тек не өзгертетін ғана емес, ол қалай және неліктен жұмыс істейтінін де талдаймыз. Бұл бізге интерактивті интерфейстер құрудың іргелі принциптерін түсінуге көмектеседі. Мысалы, бірінші есебіміз біздің like button. Яғни like батырмасы. Бұл тапсырма интерактивтіліктің ең классикалық үлгісі. Мұнда біз батырманың екі түрлі күйін boolean state басқаруды үйренеміз. Пайдаланушы like басқанда біз тек суретті не мәтінді ауыстырып қоймаймыз, біз домдағы элементті мәзмұнын жаңартамыз. Логикасы бұның батырманың ағымдағы мәтінін тексеру немесе арнайы айнымалы flag арқылы күйді ауыстыру. JavaScript әдісі inner text қасиетін жаңартып, style color немесе like класын қосамыз. Екінші есебіміз біздің read more және read less, мәтінді жаю. Бұл интерфейстегі орынды үнемдеу үшін қолданылады. Бұл тапсырманың маңыздылығы, біз бір уақытта екі элементке әсер етеміз. Жасырын мәтінді көрсетеміз және батырманың атын өзгертеміз. Яғни түсіндірме, бастапқыда ұзын мәтін display on стильмен жасырылады, батырманы басқанда шартты оператор if арқылы оның көрінуін блок қадағалаймыз. Үшінші есебіміз біздің loading imitation, яғни жүктеу имитациясы. Бұл тапсырма пайдаланушыға кері байланыс, яғни фидбак беруді үйретеді. Пайдаланушы батырманы басқанда процесс жүріп жатқанын сезіну керек. Бұл есептің ерекшелігі батырманың мәтінін ready'ден loading'ге ауыстыру арқылы біз күту интерфейсін имитациялаймыз. Бұл жерде батырманы қайта басуға болмайтындай етіп, disabled қасиетін қосуға да қарастыруға болады. Біздің келесі есебіміз, ол төртінші есеп. Бұл жерде locked және unlocked. Яғни бұл есебіміз құлыппен байланысты. Мұнда біз эмоциялармен және мәтінмен жұмыс істейміз. Бұл қолжетімділік, яғни permission деңгейін көрсетудің визуалды жолы. Бұл есептің түсіндірмесіне келетін болсақ, кликтен кейін біз элементтің ішін толықтай жаңартпаймыз, тек символдарды ауыстырамыз. Бұл жерде түстің өзгеруі, яғни мысалы қызылдан жасылға маңызды рөл атқарады. Өйткені бұл психологиялық тұрғыдан рұқсат немесе тыйым екенін білдіреді. Келесі біздің есебіміз бұл 5-ші есеп, яғни card visibility, карточкалар көрінісі. Бұл тапсырма массивтермен және циклдермен жұмыс істеуді талап етеді. Егер бізде бірнеше карточка болса, олардың әрқайсысына жеке код жазбаймыз. Бұл есептің логикасы query selector all арқылы барлық карточканы бір коллекцияға жинаймыз. For each цикл арқылы әрбір карточканың style display қасиетін жаппай өзгертеміз. Бұл топтық өңдеуді үйретеді. Келесі біздің есебіміз ол 6-шы есеп, яғни статус индикатор, жүйе күйі. Мұнда біз жүйенің қосылып өшірілуін имитациялаймыз. Статус off және статус on, яғни қосылуы және өшірілуі арасындағы ауысу. Маңызы бұл логикалық тексерудің негізі, түстер мен мәтін арқылы интерфейстің ағымдағы ахуалын көрсету кез келген бағдарламада кездеседі. Біздің 7-ші есебіміз ол card highlight, яғни ерекшелеу. Бұл тапсырмада біз CSS класстарымен манипуляция жасаймыз, элементтің стилін JavaScript'те жазғанша алдын ала дайын классты қосып алу әлде қайда тиімді. Бұл есептің техникасы class list toggle актив әдісі. Бұл бір жол кодпен элементті ерекшелеп немесе бастапқы қалпына келтіруге мүмкіндік береді. Ал 8-ші есебіміз layout mode compact large. Мұнда интерфейстің тығыздығын, яғни density реттеуді қарастырамыз. Бұл есептің логикасы контейнердің ішіндегі элементтердің арақашықтығын, яғни margin and padding. Margin бізде ол элементтің сыртындағы отступ болса, ал padding элементтің ішіндегі отступ. Және қарып өлшемін өзгерту. Бұл пайдаланушыға интерфейсті өз қалауына қарай баптауға мүмкіндік береді. Біздің 9-шы есебіміз notification badge, индикатор. Мессенджерлердегідей хабарлама белгісін жасау. Бұл есептің түсіндірмесіне келетін болсақ, бұл кішкентай элементті badge динамикалық түрде қосу немесе алып тастау. Бұл арқылы біз домға жаңа элементтерді қалай енгізуді немесе олардың көрінуін басқаруды түсінеміз. Келесі есеп бізде 10-шы есеп, ол agree checkbox, яғни келісім.
Формулармен жұмысты бастаймыз. Чекбокс таңдалмайынша келесі әрекетке рұқсат бермеу. Бұл есептің түсіндірмесіне келетін болсақ, чекет қасиеті арқылы шарт қоямыз. Бұл формуларды валидациялаудың ең қарапайым және маңызды қадамы. Келесі бізде 11-ші есеп, яғни радио instant update, радио батырмасы. Пайдаланушы жынысын немесе басқа параметр таңдағанда нәтижені бірден экранға шығару. Ерекшелігі мұнда клик емес, change оқиғасын қолдану тиімдірек. Яғни радио батырмалардың тобымен қалай жұмыс істеу керектігін көрсетеді. Біздің 12-ші есебіміз select city, таңдау тізімі. Select элементімен жұмыс тізімнен қала таңдалғанда соған сәйкес мәтін шығады. Бұл есептің логикасы, егер таңдалған мен value бос болса, ескерту шығару. Бұл ашылмалы тізімдерден ақпарат алуды үйретеді. Біздің 13-ші есебіміз radio validation, яғни тексеру. Next батырмасын басқанда таңдаудың жасалғанын тексеру. Бұл есептің түсіндірмесіне келетін болсақ, пайдаланушы ештеңе таңдамай, келесі бетке өтпеу керек. Бұл логикалық қателердің алдын алудың жолы. Келесі есеп бізде 14-ші есеп, input text sync, мәтінді синхрондау. Инпутқа мәтін жазғанда ол бірден басқа блокта көрінуі керек. Техникамыз біздің input оқиғасы арқылы мәліметтерді нақты уақыт режимінде real time қабылдап алу. Мен бүкіл есептерді түсіндіріп болдым, ал енді сол есептердің ең маңызды жерлерін толығырақ түсіндіре өтетін боламын. Ол бізде мысалы like батырмасы. Бұл есепті түсіндіретін болсақ, бұл кодта біз батырманың күйін state басқаруды үйренеміз. Пайдаланушы батырманы басқанда JavaScript функциясы іске қосылады. Ол батырманың ішіндегі мәтінді тексереді. Егер ол ақ like болса, онда қызыл лайкқа ауыстырады және CSS арқылы түсін қызыл етеді. Бұл кодтың маңыздылығы мұндағы басты әдіс text content, мәтінді өзгерту, және text style color, стильді өзгерту. Бұл қарапайым ғана логика емес, бұл интерфейстің пайдаланушы әрекетіне қайтарған жауабы. Бұл менің ең бірінші есебім like button туралы болды. Ал енді екінші есепке көшетін болсақ, ол бізде read more және read less. Толығырақ дегенді білдіреді. Бұл есептің идеясы веб-сайттарда орын үнемдеу үшін мәтіннің бір бөлігін жасырып қою өте маңызды. Бұл есептің түсіндірмесіне келетін болсақ, бізде екі негізгі элемент бар. Ұзын мәтін және батырма. Бастапқыда мәтінге display none стиль берілген. Бағана айтқанымдай, біз read more батырмасын басқанда JavaScript'ің if шарты оның стилін тексереді. If деген бізде если дегенді білдіреді. Егер ол жасырулы болса, оны блок, яғни көрінетін етіп өзгертеді. Қосымша айта кетсін, сондай-ақ пайдаланушы мәтінді қайта жауып қоя алу үшін батырманың атында read less деп өзгертеміз. Бұл қолданушыға ыңғайлы интерфейс UXI жасаудың алғашқы қадамы. Мен екінші есебім осылай түсіндірілді. Енді үшінші есебімізге келетін болсақ, ол loading imitation. Яғни біздің интернеттегі жүктеу процесі. Бұл есептің концепциясы пайдаланушы бірдеңені жүктегенде немесе жібергенде сайттың ойланып жатқанын көрсету керек. Бұл есептің түсіндірмесіне келетін болсақ, батырманы басқан сәтте оның мазмұны ready'ден loading'ге ауысады. Біз мұнда стильдерден де жұмыс істейміз. Батырманың түсін өзгертіп, оны басуға болмайтындай, яғни disabled етіп қоюға болады. Техникалық деталь, видеоларда бұл жерде біз DOM элементтерінің қасиеттерін динамикалық түрде қайта жазуды, яғни overwriting үйреніп жатқанымызды айтқан жөн. Менің үшінші есебім осылай түсіндірілді. Сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Енді келесі есебіміз маңызды және күрделі. Ол төртінші есеп, яғни locked және unlocked. Құлыптау жүйесі. Бұл есептің сипаттамасына келетін болсақ, бұл тапсырма біз эмоцилерді және визуалды статус индикаторларын басқарамыз. Бұл есептің түсіндірмесіне келетін болсақ, locked күйінде тұрған құлып суреті мен мәтін батырманы басқанда unlocked болып өзгертілу керек, яғни құлып ашылды деп. Бұл жерде түстердің психологиясы жұмыс істейді. Қызыл түс тыйым, жасыл түс рұқсат. Код логикасы, бұл тапсырма арқылы біз бір функцияның ішінде бір уақытта үш нәрсені өзгертуге үйренеміз. Мәтінді және фондық түсті. Біздің бесінші есебіміз cards visibility, яғни бірнеше элементті басқару.
Бұл есептің күрделілігі бұл алдыңғы тапсырмалардан деңгейі жоғарырақ тапсырма. Себебі біз массивтермен жұмыс істейміз. Бұл есептің түсіндірмесіне келетін болсақ, егер бетте 3 немесе одан да көп карточка болса, олардың бәрін бір батырмамен қалай жасыруға болады? Бізде осындай сұрақ туындауы мүмкін. Біз query selector all арқылы барлық карточканы таңдап аламыз. Содан кейін for each циклін қолданып, әрбір карточкаға жасырын бол немесе көрін деген команда береміз. Бұл есептің маңызы, бұл топтық операцияларды орындауды және кодты оңайландыру түсінуге көмектеседі. Біздің алтыншы есебіміз layout mode интерфейс режимі. Яғни бұл біздің соңғы есептеріміз бірі болып табылады. Соңғы тапсырма интерфейсті толықтай трансформациялау. Бұл есептің түсіндірмесіне келетін болсақ, мұнда біз жеке элементті емес, бүкіл контейнердің стилін өзгертеміз. Компакт режимін таңдағанда элементтердің арақашықтығы паддинг кішірейді, яғни бағана айтқандай, паддинг бізде ол элементтің ішіндегі отступтар. Ал large режимінде үлкейеді. Қорытындыға келетін болсақ, бұл пайдаланушыға мүмкіндік беретін заманауи сайттардың, мысалы Gmail немесе хабарлама тізімдері. Негізгі функциясы. Яғни біз класстарды ClassList, Add, Remove ауыстыру арқылы бүкіл дизайнды 1 секундта жаңартамыз.